Фотосинтез жоғары сатыдағы жасыл өсімдіктердің, балдырлардың фотосинтездеуші хлорофилл және басқа фотосинтездік пигменттер арқылы күн сәулесі энергиясын сіңіруі нәтижесінде қарапайым қосылыстардан өздерінің және басқа организмдердің тіршілігіне қажетті күрделі органикалық заттар түзуі. Фотосинтез нәтижесінде жер жүзіндегі өсімдіктер жыл сайын 100 миллиард тоннадан астам органикалық заттар түседі. Мұның жартысынан көбін теңіз, мұхит өсімдіктері түседі. Және бұл кезде олар 200 миллиардтай көмірқышқыл газын сіңіріп, оттегін бөледі. Фотосинтез аппаратының негізгі жасуша ішіндегі органелла хлоропласттар. Балдырлардың көпшілігінде фотосинтездік аппарат жасуша ішіндегі арнайы органелла хроматофорлар. Ал фотосинтездеуші бактериялар мен көк жасыл балдырларда цилокоидтер. Фотосинтездің биосферадағы маңызы да үлкен. Жер жүзіндегі мысалы көміртек, суттек, оттек, сондай-ақ азот, фосфор, күкірт, магний, кальций тағы басқалар элементтер айналымы процесінде қатысы бар. Жер қалыптасқаннан бері фотосинтез нәтижесінде маңызды элементтер мен заттар бірнеше мың рет толық цикл айналымынан өткен. Өсімдік өнімін арттырудың бір жолы өсімдіктің фотосинтездік әрекетін үдету болып табылады. Бұл үшін жапырақ көлемін үлкейту, жапырақ тіршілігін ұзарту, егістегі өсімдік жиілігін реттеу керек. Көмірқышқыл газы, ауа, су, топырақтағы қоректік элементтер жеткілікті болу қажет. Фотосинтез аппаратының активтілігі жапырақтың анатомиялық құрылысына, фермент жүйесі активтілігіне, көміртек метаболизмі типіне байланысты болады. Өсімдік селекциясының, яғни көмірқышқыл газының ассимиляциясы тез жүретін өсімдік сорттарын шығарудағы ең үлкен маңызы зор болып табылады. Өсімдіктер оттегін түзіп, бізді азықпен қамтамасыз етеді. Ал өсімдіктерге күн жарығы, ауа, су және минералды заттар ғана қажет. Егер минералдар жетіспесе, тамыр мен жапырақтар түссізденеді. Негізгі минералдарға нитраттар, фосфаттар, калий және магний жатады. Ақтөбе қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебі өсімдіктерді алуан түріне бай. Көктем келе оқушылар табиғатты қорғау мақсатында мектеп ауласына гүлзарларға гүл егумен және ағаш отырғызумен айналысып, өз үлестерін қосуда. Сен де өз үлесіңді қос.